Армысыздар ағайын, Сарыарқа телеарнасының тікелей эфирінде жаңалықтар. Студияда Жанбота Рахметуллаұлы. Бүгін көретіндеріңіз. Өнеркәсіп өркен жаюда. Жезқазған қаласында жаңа цех іске қосылды. Абай ауданында тәуелсіздік күні қарсаңында шахтаға аса қажетті конвейерлік роликтер шығаратын кәсіпорын іске қосылды. Оның жылдық қуаты қанша адам жұмыспен қамтылды, экономикалық тиімділігі қандай. Бұл турасында мен Дәуренбек Бақдәулетұлы айтып беремін. Ерен ерлік ескеріліп, еселей еңбек еленді. Қоғамдық тәртіпті қадағалауда қырандай қырағылық танытқан сертіне берік сайып қырандар марапатталды. Шаршалаңда шың шеберге тұсау жоқ. Қарағандыда белгілі бапкер ғалым Жарылғапты еске алуға арналған дәстүрлі турнир жалауын желбіретті. Алдымен Астанадан келіп түскен ақпараттарға ойыссақ, бүгін мәжіліс депутаттары Еуразиялық одақта тауарларды сәйкестендіру құралдарымен таңбалау жөніндегі келісімді ратификациялады. Ондағы мақсат тауар айналымының заңдылығын қамтамасыз ету, тұтынушылардың құқығын қорғау мен көлеңкелі экономиканы азайту, сондай-ақ бюджетке салықтардың түсімін арттыру. Келер жылдан бастап елімізде тер өнімдерін таңбалауысы толықтай қолданысқа енетін болса, темекі бұйымдарын таңбалау сынақтан өтіп жатыр. Алдағы уақытта бұл тізімге дәрілік заттар қосылуы мүмкін. Келісім бойынша кедендік одақ аумағына әкелінген және одақ аумағында өндірілген тауарларды таңбалау міндетті. Бұл ретте тауарларды кедендік одақ аумағынан тысқары жерлерде таңбалауға да рұқсат етіледі. Мәжіліс спикері ең алдымен дәрілік заттардың құнына байланысты халық мүддесін ескеру керектігін баса атап өтті. Сегодня все развитые страны. Бүгінде барлық дамыған елдер дәрілік заттарын таңбалайды. Біз де осы ағымнан тыс қалмауымыз керек. Халық дәріханалар мен ауруханаларда жоғары сапалы дәрілер қолданатынына толық сенімді болу қажет. Сонымен бірге біздің дәрілік заттарды өндірушілер дәріханалар мен ауруханаларға қажетті жабдықты сатып алу үшін мемлекеттік қолдау көрсету мәселелерін мұқият зерделеу өте маңызды деп санаймын. Таңбалауды енгізу дәрі-дәрмек бағасының артуына әсерін тигізбеу керек. Бұл тұрғындар үшін өте маңызды мәселе. Өзіне қажет дәрі-дәрмекті енді пациенттің өзі таңдайды. Бүгін Сенат депутаттарының алдында тиісті заң жобасының кейбір тармақтарын түсіндірген денсаулық сақтау вице-министрі Ләззат Ақтаева осылай деді. Құжатқа сәйкес Қазақстанда науқастарға дәрі-дәрмекті таңдауға мүмкіндік берілмек. Яғни пациент ем-домға берілген препарат ұнамаса, оны алмастыруға құқылы. Тек дәрі-дәрмектің шекті бағасы мен тұрақты құны арасындағы айырманы төлесе болғаны. Бұған дейін ол шектеулі еді. Препараттарды ауыстыра алмайтын және өзгесін алу үшін толық құнын төлейтін. Осылайша дәрімен қамтамасыз етудің қолжетімділігін жақсартуды көздеп отырмыз деді вице-министр. Сондай-ақ тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлемі жедел медициналық көмек пен санитарлық авиацияны, бастапқы медициналық санитарлық көмекті, жедел стационарлық көмекті қамтиды. Мұнан бөлек негізгі созылмалы аурулар барысында да медициналық көмек тегін көрсетіледі. Енді аймақ жаңалықтарына кезек берейік. Жезқазған қаласындағы ауа сүзгілерін шығаратын Қазтех фильтр жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде жаңа цех іске қосылды. Бұл жаңашылдық өндіріс ошағының өнімін арттырып, қуаттылығын еселей түспек. Елбасының қазақстандықтардың әл-ауқатының өсуі, табыс пен тұрмыс сапасын арттыру атты жолдауын жүзеге асыру бойынша қанат қаққан игі бастама жөнінде әріптесім Мақсат Бейсенайдан білейік. Қазтех фильтр жауапкершілік шектеулі серіктестігі ауа сүзгілерін Германия мен Ресейге экспорттайтын өнеркәсіптердің бірегейі. Қазіргі уақытта өндірісті жаңғырту және кеңейту жобасы бойынша жұмыстар жүзеге асқан. Жаңа цех салтанатты түрде ашылды. Жезқазған жеріндегі маңызды ерекше өнеркәсіптік кешеннің даму жолы біз үшін ауадай қажет. Жаңа цехтың қосылуы барлық бастаманың тиімді жүзеге асуына қолайлы жағдай жасайды. Әрине бұл қосымша қуаттылық бос жұмыс орындарына бағыт беруде. Цех негізінен ауыл шаруашылығы, тау-кен, жол құрылыс техникасы мен стационарлық жабдықтар шығарады. Жылына 55 түрлі 50 мыңға жуық ауа сүзгілерін сыртқы нарыққа тасымалдайтын кешен үдемелі индустриалды инновациялық даму бағдарламасы аясында іске қосылған. Қазақстан бойынша Жезқазғанда кәсіпорынның өнімін Қазақмыс, ArcelorMittal Теміртау, Алтын Алмаз, Ақтөбе мыс компаниясы сынды тау-кен өндіру ірі компаниялар қолданады. Сонымен қатар машина жасау кәсіпорындары мен Қарағанды қаласының барлық автопарктері қолданады.
Өндірісте барлығы 40 адам еңбек етуде. Жаңа жобаны іске асыру шығарылатын өнімге қосымша 20 түрлі сүзгі жасауға мүмкіндік бермек. Нәтижесінде табыстық түсім 20% артып, 15 миллион теңгеге ұлғаяды. Бұл қызметкерлер қатарын 50 адамға жеткізуге жол ашады дейді мамандар. 2014 жылдан бері осында еңбектеніп келемін. Жалақысы тұрақты өнеркәсіптегі заманауи құрылғыларды ұтымды қолдануды меңгердік. Біз үшін табысты өнім мен жоғары сапа басты кезекте. Кәсіпорын үшін бастысы нарықтағы өнім өткізу көлемін жыл сайын арттыра түсу. Оған өндірістің қуаттылығы толықтай қауқарлы дейді цех ұжымы. Мақсат Бисенаев, Зарина Зулпыхар, Сарыарқа телеарнасы. Абай ауданында конвейерлік доңғалақ шығаратын кәсіпорын іске қосылды. Оның жылдық қуаты 3000 доңғалақ шығаруға қауқарлы. Бұл тек әзірге ғана. Өндіріс өрге басса өнім көлемі бір жылда 30 мыңға дейін арттыру көзделген. Жаңа зауытта жергілікті 20 адам жұмыспен қамтылған. Конвейерлік дөңгелектер тау-кен өндірісі мен шахталарда кеңінен қолданылады. Қарағанды облысында өндірісті өркеу үшін кәсіпорын өз орнын табады деуге негіз бар. Бұл әсіресе жергілікті шахта қызметінің сатып алу жұмыстарын айтарлықтай жеңілдететін болды. С помощью качества, с помощью соответствующих технологий. Сапа мен тиісті технологиялар нәтижесінде бұл кәсіпорын біздің нарықта өз орнын алады деп есептеймін. Аудан тұрғыны ретінде жаңа кәсіпорынның ашылуына қуаныштымын. Бұрын мұндай құралдар көмір департамент арқылы Ресейде, басқа елдерде алынатын. Енді өзімізден алсақ тіпті керемет болар еді. Өнім шығару барысында еуропалық стандарт қолданылады. Бұл дегенің сапада мін болмайды. Сәйкесінше облыс көлеміндегі шахталар әдеттегідей импорттық өнімге қыруар қаржы жұмсамай, ішкі өнімді тұтынуға мүмкіндігі болады деген сөз. Өнімнің елде шығуы импорттық өнімдерден 40%-ға дейін арзан болады. Қазір жергілікті алып кәсіпорындардың тарапынан қызығушылық бар. Тіпті бірқатар орындарға өнім жеткізіп бердік. Кәсіпорын Францияның Rolex Pack деп аталатын өндіріс орнымен бірлесіп ашылды. Мұнда қазір қажетті құрал жабдықтар орнатылып, алғашқы өнім де жіберіле бастаған. Бүгінгі ашылып отырған мекеме біздің Абай ауданының экономикасының әрі қарай дамуына үлкен үлесін қосады. Бүгінгі таңда осы мекемемен 45 миллион теңге сома аясында инвестиция құйылып отыр. Келешекте жоғарғыда өздеріңіз естігендей 20 орын кәсіпорын жұмыс орны ашылады. Осы кәсіпорында сонымен қатар 370 миллион теңгеге дейін инвестициялық қаражат осы инвестицияға тартылады. Атап өткен жөн, кәсіпорын шахталардағы станоктар мен құрал жабдықтарды қайта жөндеуден өткізу жұмыстарымен де айналысады. Қазірдің өзінде есігін енді ашқан өндіріс ошағының жұмысына қызығушылық танытып жатқандар бар. Дәуренбек Бағдәулет, Ернұр Жомарт Аманхамид, Сарыарқа телеарнасы. Жайылым жерлерді суландыру бағдарламасының арқасында енді қиырдағы қыстаулардың барлығы да баламалы қуат көзімен қамтамасыз етіледі. Бір ғана Қарағанды облысының өзінде жыл басынан бері 570 шаруа қожалығы күн панельдерін орнатқан. Шағын электростанция сағатына шамамен 3-5 киловатт тоқ өндіреді. Бұл құдықтан су соруға жеткілікті. Сондықтан мал шаруашылығымен айналысатындар үшін аса тиімді болып тұр. Ең бастысы күн панелін алуға жұмсалған қаржының 80% фермерлерге қайтарылады. Жыл соңына дейін өңірдегі тағы 200 шаруашылыққа тоқ берілмек. Өте жақсы болды. Малымызды осымен суарамыз, үйде жаздың күні морозильнигімізді қосамыз. Свет бәрі жанып тұр. Өте жақсы шаруа енді. 3,5 киловатт пока жетеді. Осыны енді мен 2-ін алдым. 3-шін тағалама деп отырмын. Біреуі жайлауда қоста тұр. Салған инвестицияның осы бағытта 80%-на шейін құнын біз шаруашылықтарға қайтарып береміз. Бүгінгі күнге біздің биылғы жылы Қарағанды облысы бойынша осы баламалы электр қуатын 570 шаруашылық бүгінгі күнге 2 миллиард 80 миллион теңгеге субсидияланды. Соның ақшасын қайтарып берді. Тағы да осы жылдың аяғына шейін 200-ге тарта осындай баламалы электр қуатын шаруашылықтарға бермекші. 2019 жылы болатын халық санағы толықтай электрон түрде өтеді. Дәстүрлі қағаз анкеталар бұл жолғы санақтан алынып тасталған. Бұл туралы аймақтық орталық коммуникациялар қызметінде статистика департаментінің жетекшісі мәлімдеді. Тағы қандай жаңалықтар болатын әріптесім Райхан Сайранбек айтсын. Жанат Садықованың сөзінше келер санақ барынша жеңілдетілген. Ол үшін сайтқа кіріп тіркелсе жеткілікті болмақ. Ал аймақтың осы жылдағы экономикалық әлеуметтік даму қорытындысы мынадай. Объем промышленного производства за 11 месяцев
2018 жылдың қаңтар-қараша айларында облыстың өнеркәсіп кәсіпорындары 2370 миллиард теңгенің өнімін өндірді. Бұл 2017 жылғы қаңтар-қарашаға қарағанда 2,3%-ға артық. Өнеркәсіптік өндіріс көлемі бойынша біздің облыс Атырау мен Маңғыстау облыстарынан кейін республикада 3-ші орынға ие. Ал қараша айындағы ең төменгі күнкөріс деңгейі 24.865 теңгені құраған. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 13%-ға жоғары. Ал ауыл және балық шаруашылығынан жалпы ішкі өнім түскен пайда көлемі 250 миллиард теңгені құраған. За 11 месяцев құрылыс жұмыстарының көлемі 187,8 миллиард теңгені құрады. Бұл 2017 жылғы қаңтар-қарашаға қарағанда 18%-ға артық. Есепті кезеңде 1000-нан астам жаңа ғимарат салынды. Соның ішінде 911 тұрғын үй және 168 тұрғын емес пункт. Ең көп жаңа ғимараттар Қарағандыда, Сәтпаев қаласында 232, Бұқар-Жырау ауданында 89, Жезқазғанда 62, Ақтоғай ауданында 60. Облыстағы орташа айлық көлемі 150 мың теңге болса, жоғарғысы 200 мың теңге шамасында. Тағы бір жайт, азық-түлік бағасы қымбаттаған, денсаулық саласында да қалыпты динамика байқалады. Младенческая смертность у нас на 23,4%. Өткен жылмен салыстырғанда бала өлімі 23,4%-ға азайды. Ал ана өлімі жайлы ақпарат біздің құзырымызда емес. Жалпы алғанда облыстың барлық саласында қалыпты динамика байқалады дейді брифинг спикері. Райхан Сайрамбек, Ардақ Кейкенова, Сарыарқа. Теміртау қаласында ұлттық ұлан сарбаздары қошеметке бөленді. Нақты айтқанда орталық өңірлі қолбасшылығының қос аға лейтенанты аса қауіпті қылмыскерді құрықтаған үшін президент марапатына ие болды. Аға лейтенант Ильяс Жүсіпов бір келіншекті ішімдікке салқия той болға күйеуінің соққысынан құтқарып қалған. Әскери салада жүргеніне 6 жыл болған ол, мастықтың кесірінен есін әрең бөліп тұрған азаматтың қоғамға қаншалықты қауіп төндіріп тұрған сөзбен айтып жеткізу оңай емес дейді. Өзінің қызметтік міндетін жоғары орындаған Ильясқа жауынгерлік ерлігі үшін төсбелгісі берілді. Ол өте қызуғанды болды. Тіпті қашып кетпекке әрекет жасады. Мен оның сытылып кетуіне жол бермеу үшін мақтап ұстап алдым. Оның өзге біреуге зиян тигізуі мүмкіндігінде қорқынышым болғаны жасырын емес. Бұл күні Данияр Бектібаев та ерлігі үшін марапатқа ие болды. Айта кетсек, аға лейтенант 22 қыркүйек күні ондаған адамның көзінше кісі өлтірген қылмыскерді қолға түсіріп, ерлігіне ел сүйсінді. Жергілікті дәмханалардың біріне ауқаттануға келген адамды жан тәсілім еткен қанды қолды аға лейтенант ізін суытпай ұстап алған. Базар жақтан әйел шықты, көмек сұрап. Шамасымен жүрген кезде сол жігіт ұстадым. Ұстаған кезде уже полиция қызметкерлеріне түгел хабар болғаннан кейін олар 5 минут арада келді, мен сөйтіп қылмыскерді полиция қызметкерлеріне бердім. Осылайша ерлігімен көзге түскен қос аға лейтенант президент марапатына ие болып, жауынгерлік ерлік үшін төсбелгісін тақты. Орталық өңірлік қолбасшылығының әскерилері Данияр Бектібаев пен Ильяс Жүсіпов әрдайым қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге сүбелі үлес қосуға әзірміз дейді. Мақсат Бисенаев, Лола Калышева, Сарыарқа телеарнасы. Достық үйінде балалар үйі тәрбиеленушілерінің арасында жасөспірімдер шығармашылығы фестивалі өтті. Сахнада 20-дан астам балғындар өнер көрсетті. Әрі қарай әріптесім әңгімелейді. Біз біргеміз деп аталатын Қарағанды облысындағы бұл фестиваль Қазақстан Халқы Ассамблеясы жастар жобасының жалғасы іспеттес. Әсіресе ассамблея қайырымдылық істер мен патронаттыққа ерекше екпін беруде. Ұйымдастырушылардың айтуынша, игілікті бастамалар жас ұрпаққа тағылымды тәрбие беруге едәуір септігін тигізетін көрінеді. В 2017 году 2017 жылы Қазақстан Халқы Ассамблеясының жастарды үйлестіру кеңесі балалар үйінің тәрбиеленушілеріне арналған акцияны қолға алды. Шараны Олимпиада чемпионы Серік Сәпиев ашқан болатын. Бүгін біз ілкімді істі қорытындылап жатырмыз. Байқауда аттай қалап, тайдай таңдап алынған 20 өнерпаз талантымен таңдай қақтырды. Ал Қарағанды облысының Құлыншақ және Таңшолпан балалар үйі тәрбиеленушілерінен құралған шығармашылық ұжымдар сахнаның сәнін кіргізді. Бір сөзбен айтқанда фестивальдің көркін қыздырды. Жомарт жандарда қалыс қалмай, балғындарға барынша қолдау білдірді. Біздің биіміздің аты Тарантелла. Осындай байқауға қатысқанымыз үшін қуаныштымыз. Әрине ұзақ дайындалдық. Бидің қимыл қозғалыстарын сауатты орындауымызға хореограф көп көмектесті. Ол кісіге ризамыз.
Айта кету керек, фестивальді Қазақстан Халқы Ассамблеясының үйлестіру кеңесі мен Жаңғыру жолы жастар аймақтық қозғалысы және қоғамдық келісім мекемесі ұйымдастырды. Жанбота Рахметуллаұлы, Ернұр Жомарт, Зарина Зулпхар, Сарыарқа телеарнасы. Қарағандыда Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген жаттықтырушы Ғалым Жарылғапты еске алуға арналған кезекті турнир өтуде. Осымен 35-ші рет ұйымдастырылған дүбірлі доданың ашылу салтанатына спорт саңлағының жақындары, алыс жақын шетелдерден келген әйгілі спортшылар мен жаттықтырушылар, әкімдік өкілдері, Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаттары қатысты. Ғалым Жарылғаповты еске алуға арналған бұл жолғы сайысқа Қытай, Ресей, Таиланд, Қырғызстан мен Өзбекстан, Моңғолияның және еліміздің барлық аймақтарынан спортшылар қатысуда. Арнайы шақырылған қонақтар арасында германиялық боксшы қыз әлем чемпионы Кристина Хаммер, белгілі кинорежиссер және сценарист Алекс Тепченко мен актер Игорь Жижикиндер де бар. Спортты қарыштап дамып келе жатыр. Бұған ең біріншіден елбасының қамқорлығы мен елбасының қолдауы себепкер болып отыр. Үлкен делегациялар, үлкен командалар боксы дамыған елдерден келіп қатысып отыр. Бұның барлығы бүгінгі күнде осы Ғалым Жарылғапов атындағы турнирдің өте биік деңгейдегі турнир екенін көрсетеді. Аталған турнир 1984 жылдан бастап ұйымдастырылып келеді. Сол сәттен бастап қазақстандық спортты дамытуға елеулі үлес қосқан әйгілі жаттықтырушыға деген шексіз құрмет бүгінгі күнге дейін жалғасуда. Байрақты бәсекеде 200-ге жуық спортшы қатысып, барымен нарын салуда. Бұл еске алу турнирге шетелдерден келді. Қазақстанның бүкіл облыстардан қатысып отыр. Және де жанкүйер болып, бұрынғы осы Қазақстанға, әлемге боксқа еңбектер сіңген әлем чемпиондары, олимпиада чемпиондары келіп, жанкүйерлер болып отыр. Бүгін енді бүкіл халық болып, қуанып қарсы алып отырмыз. Ақмола облысының намысын қорғап келген Айзада Еслемғали бұл турнирге алғашқы рет қатысуда. Ол жаста болса спорт шебері атағының иегері. Бұл жолда бағы жанып қарсыласын тізе бүктірді. Спортпен айналысқаныма 3 жыл болды. Өзім бапкерлерім осы жарысқа алып келді. Және де бұл бірінші бойым, әлі алда жарыстар. Көре жатармыз әлі не болатын алдағы жарыстарда. Бұнымен қуануға болмайды. Ары қарай тырысамын деген ойдамын. Әйгілі жаттықтырушы Ғалым Жарылғапты еске алу турнирі 4 күнге жалғасады. Жарыс соңында жеңімпаздарға бағалы сыйлықтар табысталмақ. Бас жүлдеге темір тұлпар тігілген. Сейтқали Әшім, Ернұр Жомарт, Аман Хамид, Сарыарқа телеарнасы. Ең жылдам әрі епті сәйгүліктер сынға түсті. Қарағандыда ат спорты бойынша дәстүрлі аймақтық жарыс өтті. Оған кәсіби және әуесқой атбегілер тұлпарларын баптап додаға қосты. Бұл жолғы жарыс Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 27 жылдық мерейтойына арналды. Мөлдір Расулова ат баптап жарысқа осымен 3 рет қатысып жүр. Додаға қатысатын сәйгүлігі Вольфрам Бухта деп аталады. 16 жаста асыл тұқымды элиталық ат. Қанжығасында 3 медаль бар. Бүгінгі сайыста күнделікті дайындықтарының нәтижесін көрсетіп, 100-ден жүйрік шығуға үмітті. Осы жақында Алматыда челлендж болған мировой. Сонда бірінші орын алдым. Осы жарыста бұйырғаны болады. Қандай результат көрсетеміз, 2 атта выступать етем. Біреу кішкентай ат болады. Және өзімнің атым основной осымен жарысқа шығып отырам. Бұл жолға аймақтық жарысқа 16 үміткер бақ сынады. Талап бойынша әр сәйгүлік бірнеше кедергілерден сүрінбей өтуі тиіс. Олардың биіктігі қатысушының жас шамасына қарай әртүрлі, яғни 80 см, 1 метр және 1 метр 10 см. Егер ат тоқтап қалса, жарыстан шығарылады. Жаман емес, жақсы. Жас балалардың талабы жақсы. Бірақ бізге сәл балалар аздау келіп жатыр да, сол келмейді. Көбі қыз, ер балалар жоқ. Талаптары жаман емес, жақсы. Маршрутпен секірген таза өтіп, құлатпай, құлатса 4 штрафной алады. Ат 2 рет тоқтап қалса, онда ол исключение шығарылады да уже. Дәстүрлі жарыста Қазақстан ат спортының Карат облыстық филиалы ұйымдастырды. 20-ға жуық жаттықтырушылар осындағы асыл тұқымды тұлпарларды күн сайын жарыс қашықтықтарына дайындайды. Әр сәйгүлікке демалуға тек қана 1 күн беріледі. Бұл орталықта жастайынан сал ауруына шалдыққан балаларға жылқыларды ем ретінде қолданатын терапия жұмыс істейді.
Жарыс қорытындысы бойынша А тобында бірінші орында Евгений Васильченко алса, Б тобында Александра Чернома жүзден жүйрік шықты. Ал В тобында бас жүлде астаналық Сайгүлікке бұйырды. Жеңімпаздарға бағалы сыйлықтар мен медальдар және кубок табысталды. Гүлбақша Қожанова, Мұрат Төкенов, Лола Калышева, Сарыарқа телеарнасы. Қарағанды қаласының Сұрыптау кентіндегі балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінде қыздар командалар арасында волейболдан сайыс өтті. Оған аймағымыздың түкпір-түкпірінен спортшылар қатысып, тамаша ойын үлгісін көрсетті. Шараға қатысып қайтқан тілшіміз Сейтқали Әшімдер қатысын. 50 жылдық тарихы бар спорт мектебінен талай чемпиондар шығып, еліміздің абыройын асқақтатты. Қазір олардың қатары жас спортшылармен толыға түсуде. Осы жолғы 6-шы рет өткізіліп отырған волейбол жарысына аймақ бойынша 150-ге жуық ойыншы қатысты. Олар 14 пен 15 жас аралығындағы жасөспірімдер. Бұл кезекті ойын ел тәуелсіздігінің 27 жылдығына арналды. Біздің мектепке 50 жыл болды орнағанына. Сол жарысқа, бүгінгі жарысқа келіп отырған командалар 6 ауданнан келді. Бәрі жоғы қаладан да келді, бәрі жоғы 15 команда қатысып отыр. Қарқарлы ауданның командасын Берік Кушенов жаттықтырады. Жас маман 2010 жылы дипломмен ауылға бағдарламасы арқылы барған. Қазір Балқантау селолық округіндегі спорт кешенінде жаттықтырушы болып жұмыс атқарады. Үнемі жастарды салауатты өмір салтын ұстануға шақырады. Осы жарыстарға келіп тұрмыз, өте жақсы ұйымшыл өткізеді, әділді өтеді жарыстар. Спорттың дәрежесі өте жақсы, қыздар арасында өсіп келе жатыр. Осы жарысқа жылда келіп, жүлделі орындар алып, 2-3 орындарға ие болып жүрміз. Осы жарысты қазір көреміз, енді қалай болатынын. Волейболды жанына сергеткендердің бірі қаламыздағы нөмірі 54-ші мектептің 9-шы сынып оқушысы Мәрзия Ибраим. Оның спорттың осы түріне қатысқанына 5 жылдай уақыт болған. Бұл ойын мені қатты қызықтырады дейді ол. Тәуелсіздік күніне арналған жарыс өтіп жатыр. Бұл жарыста біз өз-өзімізді көрсетуге келіп отырмыз. Мен биыл осы жарысқа 4-ші рет қатысып отырмын. Және де осы өзім волейболға 12 жасымнан бастап қатысамын. Және де волейболға өте қатты қызығамын. 3 күнге созылған волейбол сайысы өте тартысты өтті. Бірінші орынды Сұрыптау кентіндегі бұқаралық спорт түрлері бойынша балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі, ал жүлделі 2-ші орынды Майқұдықтағы нөмір 76-шы Әлихан Бөкейхан атындағы білім ордасы, ал 3-ші орынды Нұра ауданынан келген спортшылар жеңіп алды. Барлық жеңімпаздарға арнайы кубоктар мен бағалы сыйлықтар және алғыс хаттар табысталды. Сейтқали Әшім, Ернұр Жомарт, Зарина Зұлпықар, Сарыарқа телеарнасы. Телекөрермендер, мен осы жерден тізгінді тарттым. Зейіндеріңізге рахмет, барша өлетке бақ дәулет.